Барлығыңызға сәлем. Бүгін біз Астана бір темір жол вокзалына барамыз. Сарыарқа ауданында Вольфганг Гете көшесі бірде орналасқан. Ал біз тарихи фактілерден бастаймыз. Ақмола қаласына алғашқы пойыз 1929 жылы келді. 1931 жылы Ақмола станциясы пайдалануға берілді. 380 жолаушыға арналған 2 қабатты вокзал салынды. 1939 жылы Ақмола Қарталы темір жол желісі салынды. Қала ірі көлік торабына солтүстік Қазақстанның 6 облысын біріктіретін Тың өлкенің әкімшілік орталығына айналды. Қаланың қарқынды дамуына байланысты 1961 жылы 500 жолаушыға арналған вокзал салынды. Ол Қазақстандағы ең үлкен вокзал болып саналды. 1962 жылы Ақмола станциясы Целиноград деп аталатын станция болып өзгертілді. 1990 жылы вокзалдың жаңа көпқабатты ғимараты қосымша пайдалануға берілді. Қазір вокзал 1800 жолаушыға арналған. 2001 жылдан бастап станция Астана деп атала бастады. 2017 жылы Нұрлы жол жаңа вокзалы салынғандықтан станция Астана 1 деп өзгертілді. Енді вокзал ішінде не бар екенін көрейік. Басты күту залында поездардың жүру кестесі бар экран орналасқан. Мұнда бірнеше кафелер, азық-түлік дүкендері, сондай-ақ валюта айырбастау пункті бар. Газеттер, журналдар және ұялы телефон аксессуарлары сатылатын дүкендер. Екінші қабатта тағы бір күту залы орналасқан. Каспий постамат, кофе машиналар және банкоматтар. Намазхана да осында орналасқан. Мүгедектер арбалары қарастырылған. Сақтау камералары және ана мен бала бөлмесі. Біздің бейнеміз елорда қонақтары үшін пайдалы болады деп үміттенеміз. Темір жол вокзалының аялдамасына көптеген автобустар қатынайды. Ұнаса каналға жазылыңыз. Барлығыңыздың жолдарыңыз болсын.